Сәлем достар! Бүгін менің педагогикалық ұстанымым туралы айтамыз. Бұл мұғалімдерге әсіресе жас мамандарға қажетті, түрлі сайыстардан да қалмайтын тақырып. Өзім дәл осы видеомен жас мамандар сайысында бірінші орын иелендім. Сіздерге де пайдалы болады деп ойлаймын. Ал бастайық. Біз білім мен ғылым саласында бәсекеге қабілетті болмасақ, өз мақсатымызға жете алмаймыз. Барлығы мектептен басталады. Тұңғыш президентіміз бір сөзбен ақ білім ордасының маңызын көрсетіп өтті. Осы мамандықты игере отырып алдыма мынадай мақсат қойдым. Өз ісімнің шебері, ең мықты маманы болу, көздеген нәтижеге жету, мамандығымның ең биік шыңын бағындыру. Осы мақсатқа жету жолында алдыма 5 ұстанымды негіз етіп алдым. Мұғалім өз ісіне деген сүйіспеншілікті оқушыға деген сүйіспеншілікпен ұштастыра алғанда ғана шын мәнінде мұғалім болмақ. Мұғалімнің өз ісін сүюі және балаларды жақсы көруі ең маңызды іс болып табылады. Сөз үйретпейді, әрекет үйретеді. Оқушыға тек білім ғана беріп қоймай, ісіммен, сөзіммен, жүріс-тұрысыммен, мінезіммен, тіпті киген киіміммен де тәлім-тәрбие беремін. Мұғалімге сөз өз ойын сапырылыстырып айту үшін емес, басқаның ойына қозғау салу үшін беріледі. Оқушыға білгенімді дөп етіп айтып жеткізе салмастан, оның ойына қозғау сала отырып білім беремін. Мұғалімнің ұдайы жақсы оқитын балаларға ғана сүйсініп, соларды ғана оқытуы дұрыс емес. Оқушылардың барлығын теңдей көруіміз қажет. Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдалана білу. Осы тұста ең шоқтығы биік деп 4К моделін ұсынар едім. 4К моделі бойынша оқушының бойында 4 дағдыны қалыптастырамыз. Олардың біріншісі сын тұрғысынан ойлау дағдысы. Сабақта жоба қорғау, эссе, баяндама, шағын зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы баланың бойында сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытамыз. Екінші, креативті ойлау. Жағдаяттық тапсырма, өз идеясын ұсыну, пікірталас, жарнама жасау арқылы баланың креативті ойлау дағдысын қалыптастыруға болады. Үшінші, коммуникация. Дебат, диалог, пікірталастарда баланың коммуникациялық қарым-қатынас жасау дағдысы қалыптасады. Төртінші, кооперация. Жұптық жұмыс, топтық жұмыс, командалық жұмыс жасауда баланың ұжыммен жұмыс істей алу қабілеті дамиды. Нәтижесінде бәсекеге қабілетті, икемділік дағдысы жетілген, өз ойын еркін әрі нақты жеткізе алатын, кез келген мәселеде шығар жолды оңай табатын білікті де білімді оқушы шығады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.